Одан 5-ті көбейтіп, 48-ні шығарматса, бөлмеде бар ма отырмыз? Яна дегеніміз, сандар қатарында дәл ортасындағы сан және де бұл қолданылатын кез келген жерде кез келген ең үлкен санды табасың 237, 40, иә? Енді қараңдар, ең көп кездесетін балалардың ішінде де бөлінеді, иә? Бір жасқа дейінгі, бір жасқа дейін жаңағы кішкентай бөлінеді жаңағы жеткіншек жоспар құру керек деген сияқты келесі жылға сол статистика элементтеріне сүйене отырып жасайды жоспарды, түсіндіңіз ба? Яғни статистика бізге сол қажет қалады. Енді соны аламыз да ішіне өзі ретімен бір қатарға не істейміз, жазып шығамыз. Яғни вариациялық қатар дегеніміз ол бізге кейінірек есептеу үшін оңай болу үшін екі жиі кездесетін сан. Егер бірнеше сан бірдей жиілікпен кездесе, мысалы 5-10 баға дәлдеріне жазыңдар. Соның ішінде ең көп кездесетін размер ол жерде келесі деректер жиынтық қолданып негізгі статистикалық көрсеткіштерін есептейді. Кім қолыңыз көтеріп жауабын не істейсіз? Вариациялық қатар сандары 3, 4, 4, 4 және 5, 5. Ал деректер саны бізде Дені ол жерде 3 жерде. 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5. Миллионсы орасындағы 2, 4, 4, 4, осында 8, 2 бөліміз. Жаңа жеке тапсырмада өздерінің бағаларыңды жазып, сол жерде медианасын, модасын, арифметикалық ордасын таптыңдар, иә? Енді сол медианасын, модасын, арифметикалық ордасын, бәрін деректерді, яғни осы өздерінің деректерді жинап, мынандай Бұл жерде бізге мысалы бүкіл балалар жинағанда 7 бап көп кездесе ал Санжарда 8 бап көп кездесе ал Диастра болса 7 бап және де балалар жинаған кезде инабатта 10 бап көп кездесті, Даянада 8 бап, Аярында 8 бап және де Айшада 10 бап, Мөлдірде 9 бап көп кездесті. Ал және де бізде мода көбінесе кездескен баға ол бізде 8 бап. Ал бізде медианасы 9 болды. Себебі әртүрлі сан 8, 8, 9, 10, 10. Себебі ортасында тұрған сан ол 9 сан болды. қатарға қалай енгізу керек, не өсу, не кему, үйренді. Мода медиана орташа нәтижесі екен. Қорытындыға келе рефлексия жасайтын болады. Бүгін мен білдім. Бір сөз. Мен бүгін статистиканың модасында. Мен бүгінгі сабақта орташа. Мен бүгінгі сабақта медиана және мода деген. мен бүгін вариациялық сызбаларды білдім. Бүгін сен не білдің? Мен бүгін медиана екен білдім. Бүгін сен не білдің? Мен бүгін диаграммасын білдім. Бүгін статистика элементтерін білді, вариациялық қатар дегеніміз не екенін білді. Жарайсыңдар балалар, бүгін сендер сабаққа өте белсенді қатыстыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сендерге үйге тапсырма, соңғы 7 күннің ауа райын жазып, сол ауа райы екінші мода, медиана және орташа арифметикалық мәнге есептейсіңдер, үшінші нәтижелерді жаңағы диаграммаға салып келесіңдер.